Мінекей мен балалардың инфекциялық ауруханасындамын, Павлодар қаласында. Жаңағы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Бірінші дәрігерлер бір-бірімен орысша сөйлейді. Неге орысша сөйлесін деген қазақтың жас қыздары айтады. Бізге солай ыңғайлы. Мінекей осымен біз 2 миллион орысты тартып алдық қазір. Біз егер Өзбекстан, Түркменстан сияқты, Тәжікстан, Қырғызстан өз тілімізде өмір сүретін болсақ, олар қазір тым болмағанда жалғыз бізге 2 миллион емес. Олар бәрі жерге тараушы еді, енді бізге де аз нагрузка болушы еді. Жатақхана неден, квартиралардан кетіріп жатыр, солар бағаны көтеріп жатыр барлық жерде. Жұмысымызға жармасып жатыр. Солар ашылық болушы еді. Бірақ та мінекей бізде денсаулық сақтау басқармасында, барлық жерде бізде, енді ысқақов бастаған өңірде бізде солай. Жедел жәрдем, тек қана скорая помощь, автоответчик тек қана Ресей Федерациясының мемлекеттік тілінде. Подождите деп автоответчик тек қана орысша. Сосын жедел жәрдемді 1 сағат, тостық 1 сағат. Әкімдікке 109-ға звондағаннан кейін ғана келді бір. Оның өзінде бір 20 минуттан кейін келген шығар. Баланың температурасы 40 градус болды. Мінекей осындай масқара бізде Павлодар облысында болып жатыр. 40 градус айтқаннан кейін, жедел жәрдем бригадасына айтқаннан кейін, олар 2 сағаттан кейін келді. Ал 2 сағаттан кейін келді, 10 минуттан кейін келді. Ал сол жедел жәрдемде орысша сөйлеп отыратын адамдар, енді қазақ тілді адамдар өліп қалуы мүмкін, өйткені тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Қазақ тілін тек қана сұрап аласың. Мінекей сондай масқара жағдай. 1 сағаттан кейін ғана айтыпты мына бригадаға. Барындар осындай 40 градус, 1 сағат 40 градус баланың температура түспегенде, әрең-пәрең олар бригадаға айтты. Телефонда отырып, бригадаға айтқан да жоқ, келіңдер деп. Мінекей осындай масқара болып жатырмыз біз Керек өңірінде.